Кез келген ата-ана перзентінің дені сау болып өскенін қалайды. Бірақ көбісі баланың өсуі мен дамуы тек қана ас ішуіне байланысты деп қателеседі. Бүгінде көптеген ата-ана жергілікті жердің дәрігерін және жақын арадағы емхананың балалар дәрігерлерін біледі. Тіпті жеке таныс, бірақ аудандық психолог туралы хабары жоқ, немесе психологиялық кеңес алуға болатыны жайлы ойламайды. Ал бұл балаларымыздың психологиясына жеткілікті түрде назар аудармайтынымызды дәлелдейтіндей. Уақыт өте келе балалар бірқатар себептерге байланысты жайсыздық пен мазасыздық сезінеді. Баланың басынан өтетін кішігірім күйзелістер тек қана психологиялық емес, физиологиялық дамуына да кері әсерін тигізеді. Дене бітімінің физиологиялық өсімі мен дамуы көп жағдайда баланың психологиясына тәуелді. Себебі күйзеліс тудыратын және шиеленіскен қауырт жағдайлар гипофиз гормонына кері әсерін тигізеді. Ал бұл гормон өз кезегінде өсу мен дамуға жауапты адам денесінен бөлініп шығатын гормон. Гормонға зақым келсе, баланың өсуі мен дамуы жылдамдығын азайтады. Сондықтан балалар ешкімге жалтақтамай еркін өссе, уайым қайғыдан барынша аулақ болса, дені сау болып қалыпты өсу және даму жылдамдығымен жетіледі екен. Осыдан шығатын қорытынды, ата-ана қысымы мен қиналып үреймен желінген бір кісілік тағам жегізгеннен гөрі рахаттана өз еркімен жеген 2 қасық тағамы дамуы мен өсуіне әлде қайда тиімдірек. Сондықтан мәжбүрлеп тамақ үстіне тамақ жегізіп жүрген аналарымыз құр қуанбай-ақ қойсын. Себебі мұндай тәсіл баланың ас қабылдау мәселесін қиындатып қана қоймай, ағзаның астан пайда болуына кедергі келтіреді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні: баланың жаны қаншалықты жадырап, еркін әрі бақытты болса, соншалықты дені сау болып өсетінін ұмытпайық.